Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın elçisi Muhammed Aleyhisselam öz hadisinde dinde kalıpka faydalı nusqau деген. Allah Teala el-Misak jaratılısında paygamberlарды жер бетіне өз нұсқауымен, өз сөздің ақиқатынан тұратын хикметі мен үкіміне бойсыну үшін жіберген. Және оларға өз сөздің ақиқатын шындықпен уәде еткен. Өткен философтар жер бетіне ақиқат пен шындықтың сезімнен тыс, жоғарыдан өзгермейтін, дамымайтын дүниеден келетіндігін айтқан. Будда дінінің негізін салушы Сиддхартха дүниеден өтерінде бұл дүниеде мәңгілік өлмейтін ақиқат қана, соны табуға ұмтылыңдар деген кейінгі шәкірттеріне ең соңғы өсиетін қалдырған. Діннің негізін салушы пайғамбарлар мен ақыл иелері ақиқат пен шындықтың ақыр заманда келетін Алла Тағаланың өз әмірінен және өз әмірімен келетін пайғамбарынан күткен. Даоцизм дінінің негізінші салушы Лаоцзы өз ілімінде Құдай сөзін басшылыққа алып, халықты ізгілікке бастау, оларды мұратқа жетелеу, Құдайдың қалауымен жерден жетілген дана адам арқылы жүзеге асатындығын айтқан. Лаоцзы өз ілімінде ол күреспейді, халықты ізгілікке бастау арқылы ұлы жеңіске жететіндігін айтқан. Шығыс ойшылы Конфуций өз ілімінде әмірші аспан Құдайының сөзін басшылыққа алу, халықты ізгілікке бастау, жерден кемелденген адам арқылы жүзеге асатындығын айтқан. Конфуций өз ілімінде әмірші аспан Құдайының сөзін басшылыққа алу, халықты ізгілікке бастау, аспан астындағы жалпы адам баласының мұратқа жету жолы деген. Конфуций өз ілімінде әмірші аспан Құдайының әмірімен аспанның сөйлейтіндігін айтқан. Шығыс ойшылдары аспан әлемінің ғибраттан жаратылғандығын, оның Құдай сөзінен тұратындығын білген.